Сәлем достар, бұл жалғыз деңгей көтеру, яғни соло левелинг анимесінің мангасы бойынша алда болатын қызықтарды талдап жатырмыз, және ескерте кетейін, бұл әлі шықпаған сезондардың спойлер талдауы. Сондықтан егер анименің шыққанын күтетін болсаң, спойлер көргің келмесе, осы жерден шыққаның дұрыс. Бастамас бұрын лайк басып арнаға жазыл. Егер арна 1000 жазылушыға жетсе, немесе осы видео 700 лайк жинаса келесі бөлімді аз уақыт ішінде салатын боламын. Ал ендеше бастайық. Өткен бөлімде біз сон жинудың порталдың ішіне беруді 20 әскермен тастап кеткенін білеміз. Ал беру болса, бұл жердегі барлық қобыжықтарды жеңіп, барлығын жайратып, сол шайқастан кейін жарақаттанған адамдарды емдеп жүргенін көреміз. Ал бұл порталдың басшысы Арклейдж деген, өлгендерді, яғни зомбиларды басқаратын қобыжық болып шығады. Бұл қобыжық кез келген деңгейлі портал басшысынан күшті. Ол беруді көріп, көлеңке әскері, әміршінің әскерлері мұнда не істеп жүр? Неге бізге шабуыл жасайсыңдар? Деп сұрайды. Беру болса, аузыңды жап. Біз әміршіміздің таңдаулыларымыз, ал сендерді ешкім керек етпейді дейді. Ал бұған қатты ашуланған портал қобыжығы. Сен маған олай деуге қалай дәтің барады? Мен ханмен өзім кездесіп сөйлесемін. Дейді. Ал беру болса, жыртқыштық қасиеті оянып, өз дәрежеңе қарамай мені жеңбей тұрып, ханмен қалай сөйлеспексің? Деп оны сол жерде жер жастандырады. Ал бұл сәтте ұйымның басшысы жину арқылы көп табыс табу туралы ойлап тұрады. Сол үшін не істеу керегін жоспарлап жүреді. Жину атамен бірге көлікте кетіп бара жатады. Ал сол сәтте әлем бойынша порталдардың күрт көбейгені және одан шығатын қобыжықтардың саны артқаны туралы айтылады. Осы жағдайларға байланысты Америка, Жапония, Германия, Ресей, Испания сияқты алпауыт елдер жинумен келісімшарт жасасып, оны қорғаушы еткісі келеді. Ата болса жинуға. Басқа елдерді таңдама, Кореяда қал дейді. Мұны естіген жину шарт қояды. Мен мұнда қаламын, бірақ ес және А дәрежелі порталдарға жалғыз кіремін дейді. Ата келседі. Ал Джин Хо өзінің әпкесіне хабарласады. Оның әпкесі Кореядағы атақты актриса әрі дәрежелі аңшы. Ол Джин Хоға сенбейді. Бірақ Джин Хо біздің ұйымда сон жину бар дегенде таң қалады. Джин Хо одан командаға 3 адам тауып беруін сұрайды. Мен сон жинудың алдында тұрмын деп қатты қуанады. Ал Джин Хо болса, ой, әпеке, сен де танымалсың ғой, бұл қалай болғаны дейді. Ол болса, жинумен бірге суретке түсіп алады. Ата парламентке барып, жинудың жалғыз порталға кіруіне рұқсат алу үшін шаралар ұйымдастырады. Парламенттегілер оған қарсыласады. Олар аңшылар серіктестігі әділ болуы керек деп санайды. Ал сен жинуды еркелетіп жүрсің дейді. Ата сабыр сақтап, иә, мен жинуды еркелетіп жүрмін. Көптеген елдер жинуды өз қатарына қосқысы келеді. Мен сендерден тек бір сұрақ қоямын. 20 деңгейлі аңшыны кіргізген дұрыс па, әлде жалғыз жинуге рұқсат берген дұрыс па? Сендер Шейжу аралындағы шайқастан кейін жинудың тіпті 20 дәрежелі аңшыдан да мықты екенін көрдіңдер деп үміттенемін дейді. Мен айта кетейін, сендердің осы қылықтарыңнан еліміз хан Донгсук сияқты мықты аңшыларын жоғалтқан еді. Американдық аңшылар серіктестігі жинуға мемлекеттік деңгейдегі аңшы болуды және Томспен бірдей дәрежеде мүмкіндік беру ұсыныстарын жасаған. Соған қарамастан, сендер тағы да осындай мықты аңшыны жоғалтқыларың келеме? Егер Кореяда ес деңгейлі портал ашылса, сон жинудан басқа ешқандай аңшы сол порталды жаба алмайды. Ал бұл сәтте біздің Шахи жұлдызбен Джиноның селфиге түскенін көріп қояды. Содан ол қатты қызғана бастайды. Келесі күні жину бір порталға кірмекші болып келсе, алдына көптеген журналистер келіп, жинудан сен кешегі актрисамен қандай қарым-қатынастасың? Екеуің жүресіңдер ме? Ол сенің қызың ба деген сияқты сұрақтар қояды. Ал жинуды осы сәтте аңшылар серіктестігінің орынбасары болып табылатын жігіт бақылап жүреді. Бұл атадан бір бұйрық алған екен. Жину шынымен де бір порталды өзі жалғыз тазалай алама, соны тексеріп кел деген тапсырма алған екен. Сол сәтте ол жинудың әскерлерінің бірінің манасын тексереді. Тексерген кезде жинудың ең нашар әскері би дәрежесіндегі аңшыдан да жоғары болып шығады. Мұны көрген жігіт таң қалады. Ал беру, Игрис, Танк, Таск сияқты жинудың үлкен, мықты элит шабуылшыларының барлығы ес дәрежелі, тіпті ес дәрежесінен де жоғары болуы мүмкін деген болжамдар бар. Порталға кірген бойда жинудың шайқастағы әскерлерін және жинудың өз шайқасын көрген орынбасардың аузы ашылып, таңырқап тұрады. Ням-ням, дәмді әміршім, беру, оны пайдаланба, мен саған ескерттім ғой, құбыжықтардың мәйітінің қаншалықты қымбат екенін білесің бе? Жину бұл порталдың басшысын оңай жеңіп, 101 деңгейге жетеді. Оның барлық қабілеттері күрт жақсарып кетеді. Мысалы, әміршінің қолы сияқты скиллдері.
Біз білетін ауысу техникасы 3 сағаттан 2 сағатқа қысқарды дегендей. Жину порталдың басшысын жеңіп, оны өзінің әскері етеді, оны Джима деп атайды. Енді мен бір нәрсені ескерте кетейін, мен көп жағдайда манганы толық жариялап жатқан жоқпын. Әрине, бұл анимеге деген құрмет, өйткені қазір біз спойлер ретінде шығарып жатырмыз, мангаға талдау жүргіземіз. Егер мен сіздерге барлығын, яғни әр кадрды толық ұсынып жіберсем, анимені көргенде сәл қызықсыз болуы мүмкін. Сондықтан шайқастардың көбін толық емес, тек қызықты сәттерін ғана алып көрсетемін. Сондықтан айта кетейін, көп шайқастарды аниме шыққан кезде көрермендерге қалдырамыз. Спойлер ретінде тек осылай болады деген сәттерді ғана айтып отырамын. Осылайша порталдан шығып, орынбасарлар келгеннен кейін ата, қалай болды, шайқас қалай өтті деп сұрайды. Ал орынбасар болса, атаға, бұл шайқас болған жоқ. Жину онда кірді және ондағы қушықтармен ойнап шықты. Ол шын мәнінде ес деңгейлі аңшы ма? Бәлкім ол мемлекеттік жоқ, әлемдік деңгейде аңшы шығар. Ол еш қиындықсыз өтті деп жауап береді. Ата терезеден қарап тұрып, мен оны алғаш көрген сәтті ақ білгенмін. Көп ұзамай ол әлемдік деңгейдегі аңшылардың өзін ығыстырып, өзінің нағыз әлемдік қаһарман екенін көрсететін болады. Мен оған сенемін дейді. Ал осы кезде Жапонияның Саппоро қаласының төбесінде 8 жыл бұрынғы өшпейтін жалын ками шыққан порталдан да үлкен ес дәрежелі портал пайда болады. Бір өкініштісі, екінші сезонда құмырсқадан Гото қаза тапқаннан кейін Жапонияның аңшылар серіктестігі тараудың сәл-ақ алдында қалған болып шығады. Бұл порталда жауап беру үшін бізге мемлекеттік деңгейдегі аңшылар қажет. Өздеріңіз білесіздер, 5 мемлекеттік деңгейдегі аңшы бар, және олардың бірі, Гатоның қаза болғаны да естеріңізде болар. Айта кетейік, Гото ең төмен дәрежедегі мемлекеттік деңгейдегі аңшы болған еді. Ал қазіргі мемлекеттік деңгейдегі аңшылар, біздің осы кездегі 101-ші деңгейдегі Жинуға қарағанда 10-15 есеге күшті болып саналады. Жапониялықтар мемлекеттік деңгейдегі аңшыларды жалдауға қаражатының жетпейтінін түсінеді. Енді ойлап көріңіздер, Жапонияның бюджетінен мемлекеттік деңгейдегі аңшыларды жалдауға қаражат жетпей жатыр. Сосын олар ресейлік Юрий деген аңшыны жалдамақ болады. Ол аңшы порталдың ішіне кірмейді. Порталдан тек сырттан бақылап, қобыжықтарды шығармай ұстап тұратын қабілетке ие. Ол порталды толық жауап бермесе де, уақытша қауіптің алдына ала алады. Ол оны қалаған уақыттарына дейін ұстап беруге дайынмын, бірақ $10 миллион берсеңдер ғана дейді. Ал Жинудың қорғай тұрған ұйымдардың офисіне келгенде, Шахи сол офистің маңайында жүріп, оны көріп қашпақ болады. Бірақ Жину бірден сезіп, Шахидің жанына барып, үй, менен неге қашып бара жатсың? Егер мені көрген бетте қашып кететін болсаң, мұндай не үшін келдің? Жоқ, мен сені көргім келген жоқ, менің машинам парктерінде қалып кетті дейді. Сөйтсек, Жину Шахиді қабілетімен алып кеткен сәттен бері Шахидің машинасы осы офистің алдында тұрған екен. Осы сәтте Шахи Жинуге өлген дәрігер аңшының сөздерін жеткізеді. Оның нағыз армиясы енді келетіні туралы сөздер айтылған екен. Жину бұл туралы ойланып, өзінің қарындасын қорғау үшін өткендегі нашар әскерлердің орнына беруді қояды. Сонымен қатар, 101-ші дәрежеге жеткеннен кейін ол әскерлерінің қайда жүргенін көре алатын қабілетке ие болып, олардың әрекеттерін бақылау деңгейіне көтерілген екен. Беруді тексергенде қарындасы ұйықтап жатады, ал Беру Кореяның ежелгі Чосон дәуіріндегі тарихи киносын көріп отыр. Мына ақмақ мені неге әміршім деп атайды десем осыдан үйренген екен ғой дейді. Сол сәтте Жину басқа әскерлерін бақылап отырып байқаусызда Шахидің душта отырғанын көріп қалады. Жоқ, мен әдейі істемедім. Аға, сіз түс көріп отырсыз ба? Жину өзінің шайтан ханнан жеңіп алған қара кілт арқылы портал ашады. Бір қызығы, бұл портал қарындасының мектебінің ішінде ашылады. Мектеп өткедегіден кейін жауылған болып шығады, және сол жерге барған кезде біз білетін көзілдірікті домалақ бастағы да Жинудың алдынан шығып. Мұнда бұрын аңшылар кірген, біз сізді кіргізе алмаймыз дейді олар. Жину болса, оларды тезірек порталдан шығарыңдар. Егер шығармай қалсаңдар, олардың мейтін алатын боласыңдар деп порталға кіріп кетеді. Ал Жину кірген бетте, жаңағы аңшылар бұл порталдың ішін тазалап, есіктің дәл алдына келіп, бұл есікті қалай ашамыз, бұған қалай кіреміз деп ойланып тұрады. Ал Жину болса бұл жерге келіп, өзіндегі кілті арқылы есікті оңай ашады да, қалған аңшыларға бұл жерден кетуді бұйырады. Сол сәтте бұл топты бастап келген басшы Жинуға қарап, сен бізді басынып тұрсың ба? Сен ес деңгейлі аңшы болғаннан кейін бізді басынып тұрсың ба? Бұлай бізді басынуға болмайды деген мағынадағы сөздер айтады.
Ал Жину болса, жарайды, ескертуді қабылдағың келмесе, кіріп көр дейді. Сол сәтте топ басшысы, ендеше өзім кіріп көремін деп ішке енген бетте, есіктің жанында тұрған екі ескерткіш әп-сәтте қозғалып, оны шоқпармен ұрып өлтірмек болады. Ал дәл өлім аузында тұрған кезде Жину оны тартып алып, құтқарып қалады. Мен саған ескертпедім бе? Бұл есіктің ішіндегі ең әлсізі осы екі ескерткіш. Енді тезірек кет. Және бұл жерде екі есікті порталдың ашылғанын аңшылар серіктестігіне жеткіз дейді де, Жину өзі ішке кіріп кетеді. Мен мұнда қайта келдім. Мұнда тұрған ескерткіштер жай тас емес, олар тек біреудің басқарып отырған қол шоқпары. Демек, мен бұл жердегі басшының кім екенін табуым керек деп ойланады. Жину сәл ойланғаннан кейін бұл жердегі басшының кім екенін бірден табады. Ол қолына тақта ұстаған ескерткіштің алдына келіп, демек, бұл жердің басшысы сенсің. Маған неге тіл қатпайсың дейді. Ескерткіш сол сәтте күлімсіреп, ақыры мені таптың ба? Мен сенің мұншалықты тез келеріңді ойламаған едім дейді де, қолындағы тас тақтаны жарып жіберіп, өзінің қанаттарын жаяды. Сен мені қайта келуім үшін әдейі кілтті бердің ғой, солай ма? Сен қожайынсың ба? Сен кімсің? Жоқ, сен несің? Қате сұрақ. Сен маған несің? Деп емес, мен кіммін деп сұрауым керек еді. Бірақ бұл сұрақтардың маңызы жоқ, өйткені бұл сен үшін ең соңғы сынақ дейді. Сол сәтте барлық ескерткіштерге жан бітіп, олар Жинуға қарай шабуыл жасайды. Жину көлеңке әскерлерін шақырмақ болған кезде, ескерткіш қолын көтеріп, бұл емтихан алаңы. Мұнда сенің қабілеттерің толық жүзеге аспайды. Мен сынақты сенен алам, әскерлерінен емес, емтиханда көшірмейсің ғой, солай ма дейді. Осылайша Жину бір әскердің қолындағы қылышты қағып алып, оны сындырып, қарсыласты бір соққымен жояды. Осылайша келген әскерлердің барлығын бірінен соң бірін жеңе бастайды. Сол кезде ескерткіш, охо, шынымен де күшейген екенсің. Бірақ емтиханды аяқтауға әлі ерте дейді. Осы сөзден кейін ең үлкен ескерткіш қозғалып, көздерінен жарық сәуле шығарып, лазер ата бастайды. Ал ана ескерткіш, енді Құдайға құрмет көрсететін сәт келді дейді. Бұл сәтте Жапония аңшылар серіктестігінің президенті атаға келіп, Жинуды жалдамақ ниетін білдіреді. Жапония аңшылар серіктестігінің президенті Мацумото, мен жапон тілін білемін, сондықтан сөзіңді түсіндім. Гото өлгеннен кейін Жапонияның барлық аңшылары сенен бет бұрғанын білемін дейді. Егер аспандағы портал жабылмаса, барлық жауапкершілік сенің мойныңа түседі. Мен саған көмектесер едім, бірақ сен аралдағы Кореяның барлық ес дәрежелі аңшыларын құрбан етуге дайын болғаныңды естігенде ойымнан айнып қалдым. Сен әлемге қаншалық қауіп төндіргеніңді түсінесің бе? Мен саған қалай көмектесемін дейді. Ал Жину болса ескерткіштерді қиратып жатады, бірақ олар таусылмайды. Үлкен ескерткішті көрген Жину қатты ашуланып, секіріп барып, оны дәл бетінен ұрады. Осы сәтте Жину 103 деңгейге көтерілген еді. Сол кезде қолына тақта ұстаған ескерткіштің беті жарылып, артынан көлеңкеге ұқсас бейне пайда болады. Мен сенің ең соңғы сынағыңмын. Мен бұл жердің басшысымын. Және мен жүйенің жасаушысы дейді. Оның тағы 4 қолы пайда болып, барлығы 6 қолға айналады. Жину оның соққысын жалтарып қарсы шабуыл жасайды. Ескерткіш таңғалып, адамнан мұндай күш күтпеп едім. Адаммен шайқасу осыншалық қызық болады деп ойламадым дейді. Жину сен жүйені не үшін жасадың деп сұрағанда, ескерткіш жауап бермей, тағы 2 қол қосып, 8 қолға ие болады да, түрлі қарумен шабуылдай бастайды. Ол Жинудың барлық техникаларын қолдана алады. Жину оның соққыларынан өзі де түсінбейтін рефлекстер арқылы жалтарып отырады. Шайқас барысында Жину оның бір қолын кесіп тастайды. Ескерткіш ашуланып, барлық ескерткіштерді қайта тірілтеді. Бірақ Жину оларды оңай жояды және жүйені жасаушыны да жеңеді. Ескерткіш күлімсіреп, жүйенің шынайы мәні сенің ішінде. Оны көргің келеме деп сұрайды. Жину иә деп жауап береді. Сол сәтте оның көздері қара түске боялып, өзі қозғалыссыз қалады. Сол кезде есік ашылып, АА-Б деңгейдегі аңшылар келеді. Олар айналадағы қираған көріністі көріп таң қалады. Ескерткіш, мен сендерді шақырған жоқпын. Қазақта жақсы сөз бар, шақырылмаған қонақ сапырылмаған жерге отырады дейді. Ескерткіш шабуыл жасап, әлсіз аңшылардың көпшілігі қаза табады. Сосын, аман қалған адамдар сендерге керемет көрініс көруге рұқсат етемін. Сендер дәл қазір әлемдердің құдайының тууын көресіңдер.
Бірақ менің ескерткіштерімді жеңсеңдер ғана дейді. Осылайша 3-ші сезонның келесі бөлімі аяқталады. Манга бойынша бұл 8-ші тарау. Көргендеріңізге рахмет. Лайк басыңыздар, бөлісіңіздер және келесі бөлімді өткізіп алмау үшін каналға жазылыңыздар.